Қазіргі кезде 2-3 айлық курс бітіріп, өзін сертификатталған коуч деп жариялайтындар көбейді. Бірақ көбінде нақты тәжірибе жоқ. Психология мен этиканы білмейді. Мотивациялық сөзден араспайды. Соның салдарынан кей адамдар үшін коуч үміт, ал кей адамдар үшін алдау сияқты көрінеді. Бірақ мәселе коучингтің өзінде емес. Мәселе біз бұл сөздің артында не тұрғанын түсінбей қолдануымызда. Бізге коучтар емес, коучинг туралы шындық жетіспейді. Коуч деген кім? Ең алдымен мынаны айтайын. Коуч ерекше адам емес. Ол сенен ақылды болуы міндетті емес. Ол сенің өмірінде сенен жақсы біледі деп те айтуға болмайды. Коучтың басты құралы кеңес емес. Коучтың басты құралы сұрақ. Бірақ жай сұрақ емес. Сен өзіңе қоюдан қашатын сұрақ. Немесе бұрын ешқашан ойламаған сұрақ. Мысалы, бір адам келіп айтады: не істеу керегін білемін, бірақ бастауға батылым жетпей жүр. Өзіңді ұстап тұрған бір нәрсе бар. Көп адам мұндайда: қорықпа, бәрі жақсы болады дейді. Досына барсаң, ол өз пікірін айтады. Интернетке кірсең, 1000 түрлі ақыл. Осы кезде коуч кеңес бермейді. Ол сұрақ қояды. Ол мынаны істе демейді. Дұрысы осы деп шешпейді. Коуч сенің орныңа шешім қабылдайтын адам емес. Коуч сенің ойынды реттеуге көмектесетін адам. Коуч үйретпейді, лекция оқымайды, дұрыс пен бұрысты тықпаламайды. Егер біреу саған мен коучпын деп, соңынан мынаны істе, ананы істеме деп отырса, ол коуч емес. Кей адам коучқа барып сабақ күтеді. Нақты қадам, нақты жоспар, нақты формула күтеді. Бұл жерде коуч кінәлі емес. Бұл жерде күтілім қате. Коуч үйретпейді. Коуч сенің ішкі таңдауыңмен жұмыс істейді. Егер адам қалай деген сұраққа жауап іздесе, тренер керек. Егер адам мен не істегім келеді деген сұраққа жауап іздесе, коуч керек. Коуч қандай адамға керек? Мысалы, жұмыс ауыстыру керек пе жоқ па? Бір қарым-қатынасты жалғастыру керек пе, тоқтату керек пе? Бұл жерде адамға ақыл жетпей тұрған жоқ. Ақпаратта жетеді. Бұл жерде ішкі дау бар. Коуч сол дауды сыртқа шығарады. Коучинг сыртқы әдемі мотивация емес. Бұл ішкі жұмыс. Коуч шындықты бетіңе айтпайды. Ол шындықты сұрақ арқылы өзіңе көрсетеді. Коуч кімге мүлде керек емес? Дайын жауап күтетін адамға. Егер адам айтып бер, дән жолын көрсет, қалай дұрыс десе, коучқа барудың қажеті жоқ. Бұл адамға тренер, консультант керек. Егер адам үнемі жылап жүрсе, ішкі ауыр күйден шыға алмай жүрсе, өмірден қатты шаршаған болса, коуч көмектеспейді. Бұл жерде психолог керек. Қазір коучпын деп жүрген, бірақ өз шекарасын білмейтін адамдар да бар. Олар адамды кемсітеді, салыстырады, қысым жасайды. Бұл коучинг емес. Бұл адамдардың коучингке ашылануына негіз болып отырған себеп. Коуч шешімді сенің орнына қабылдамайды. Ол тек ойынды жинақтауға көмектеседі. Көп адам коучинг туралы естісе, алдымен күмәнданады. Біреулер оны ақша үшін сөйлейтін әңгіме дейді. Тағы біреулер ештеңе үйретпейді, тек сұрақ қояды деп ойлайды. Сондықтан коучингке қатысты сенім де бар, күмән де бар. Коучинг пайдасы бар нәрсе ме, әлде бос әңгіме ме? Сен қалай ойлайсың?